men sal жігітімді қуантуға келдім. Получается, ол кеше дұрыс ұйықтамады. Бүгін еще 2 заказға шықты. Я, короче, чуть-чуть купила еды. Енді ұйыққа келдім. Баршаңызға қайырлы таң, достар, қалайсыздар? Алланың қалауымен киноға, сериалға түсейін деп отырмық. Күтпеген жерден. Мен бір бай ағаның көмекшісі болам. Ол кісі Асылбек Боранбай деген кісі ол. Танымайтын адам жоқ шығар. Мен бірінші рет болып тұр. Жаман қолы жеп отырмын кәдімгідей. Ана кісінің мысы бар ғой. Айта алмадым ше. Дірілдеп отыр аяқтар. Қандыр сөз мен енді бірінші рет болғаннан кейін қобал жейді екенсің. Ал бір сәттілік тілеп қойыңыздар. Алла қаласа жақында көріп қаласыздар деген ойдамын. Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Чуть-чуть жарты шаг алдап тұрсаң, о, достар. Тишина. Нормально жасайсың? Нормально. Дайынсыздар ғой. Мотор. Камера. Камера бар. 1.25, 1.1. Камера А, камера Б. Приготовились? 3, 2, 1 и начали. Операция қалай өтіп жатыр? Бәрі ойдағыдай. Балаларыңыз сіздерді қалай татуластырамыз деп ақылдасып жатыр. Онда бәрі дұрыс болып жатыр деген сөз. Жарайды онда. Мен бақылауға бара берейін, рұқсат болса. Жарайды. Жолың болсын. Рахмет. Стоп. Ал достар, құттықтап, андай сәттілік тілеп жатқан жандарға көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Енді мен өзімнің дубльдарымды түсіріп алдым. Шүкір әйтеуір, оңай емес екен, оказывается. Біз киноға барып, кино көріп қайтамыз ғой. Ойбай, мына жақта деген жұмыс деген былай екен ғой. Қанша дубль түсіресің. Еще білмеймін енді. Бірақ ұнап жатыр процесс, кәдімгідей жүрегіме жағып жатыр ше. Прям ары қарай түсіргім келіп жатыр ғой, сондай киноларға түсіріп ше. Негізі күшті нәрсе екен, атмосферасы, тема. Сол, қазір енді мына жақта 2 съемка болады. Содан кейін тағы да біздің кадр болады. Соған дейін демалып алыңыздар деді өшім. Бұйырса. Көресіздер. Маған бір қызық идея келді. Давайте. Анау бүйтіп мына жерге не қойып қоямын да, задайте вопрос деген сияқты қылып ше. И ешкім білмейтін секреттеріңізді айтыңыздаршы. Мен айтпаймын ешкімге. Анда атын шығарып ештеңе істемеймін. Бақтың ба? Бір ешкім білмейтін секреттеріңізді айтыңыздаршы, давайте. Айтпаймын ешкімге. Ешкімге айтпаймын. Маған да 100% сене берсеңіздер болады. Мен андай бір көт ашар, бір анандай емеспін, құрысын. Мысалы, мені күніне 500-600 мың адам көреді, мен айтпаймын. Қайсыны айтып үлгеремін десе. Жазған Аманбаева деген қыз. Подругамның үйінде боламын деп 3 күнге басқа елге барып келгенмін дейді. Ұятсыз! Қай елде болдың сен оңбаған? Дәлеп! К.Агатова деген. Ай-яй-яй, секреттер ауыр кетіп жатыр. Ананы оқып, мәссаған достар, қазір бәрі шығарам дейді. Ойнап айтам, ешкімді айтпаймын. Демші. Достар, қалайсыздар? Қараңыздаршы түрімді мен қандай болып кеткен. Мына жағым қатты ісіп кетті. Мысалы кешегі тісімнен болып тұр. Қазір аптекаға келе жатырмын. Процедурнаға укол салдырым керек болып тұр. Отасақ воспаление болып. Кеше ғана осы бәрі укол алдырған болатынмын. Полный организмді восстановить етуге, женский жағын деген сияқты. Бірақ мен бүгін тағы тісім басталды. Білмеймін, қақтан бітпейтін суық. Қақтан суықтап жүргенімді. Мүмкін эфир уақытысында күніге жуынып эфирге барғаннан шығар. Кешкі ас ішуге өзімнің сүйікті ресторандарының бірі Ханукқа келдік. Сыртта осындай отыратын жерлер бар. Атмосферасы күшті, тамақтары да күшті. Келем дейтін болсаңыздар, корейский ресторан іздесеңіздер, осы Ханукқа келсеңіздер болады. Алматы бойынша 3 точкасы бар.
Мегада бар, и осы Горький парктың жанында. Осы точкаға келдік біз. Тамақ ішіп болдық. Девочки, қалайсыздар? Бүгін өзіме осылай өзгеріс жасап алдым. Шашыма стрижка жасатып, покраска істетіп, еще кірпіктерімді жасатып алдым. Көп қыздардан маған осы кірпігіме қатысты сұрақтар өте көптеп келетін. Қайда істетесіз, эффект қандай, ұзындығы қандай деген сияқты. Вот мен Нейл бар Алматыда жасатамын всегда кірпіктерімді. Неге десеңіздер, өте әдемі болып шығады результаты, және де өте ұзақ тұрады. Кемі бір ай, коррекциясына барып қойсаңыздар, дальше жүре бересіздер. Және де бір плюсы, ол жақта сіздер тек кірпік, қас қана жасатпайсыз, одан бөлек жаңа макияж, прическа, маникюр, педикюр, шашқа қатысты стрижка, покраска, ботекс, шугаринг, в общем, қыздарға қажетті дүниелердің барлығы бар. Әр жерге барып, әуре болып жүрмейсіз. Бір жерге барасыз, бір күніңізді арнайсыз, сол жерде барлығын жасатып шығасыздар. Өте күшті емес пе, иә? Қазір аккаунттың астында